Сәлем, сіздермен бірге Әсия. Ерекше ыстық тағамдардың бірі роза манты мен ділнаманы бірге бір қазанда пісіреміз. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Каналға кірсеңіздер, дәмді рецепттер мен ерекше қолөнерлердің жасалу жолдарын ұсынамын және денсаулыққа пайдалы видеоларда бар. Ал енді тамағымызды жасап бастайық. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне бір жұмыртқа және тұз қосылған суды қосып, қолымызбен орташа қаттылықта мантының қамырын илейміз. Июі қанғанша жақсылап қамырды илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Ділнамаға мен сиырдың етінен алдым және майлы жерінен осылай кішкене қосамыз. Қалауларыңыз бойынша өз жағдайларыңызға қарай сәбіз, пияз, картошка, чеснок, тұз, бұрыш және дәмдеуіштер және томат пастасы қажет. Еттің майлы жерін бөлек ұсақтап турап аламыз және еттің өзін төрт бұрышты етіп бөлек тураймыз. Пиязды төрт бұрышты етіп, сәбізді кольцо етіп домалақтап тураймыз. Картошканы осы видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Мен өз жағдайымда капустаның екі түрін алдым. Чеснокты да 6-8 бөлікке бөліп тураймыз. Енді барлығын қазанда жинаймыз. Ең астына сұйық майды құямыз өз қалауларыңыз бойынша. Оның үстіне жаңағы еттің майлы жерін турадық қой, соны астыңғы жағына салып жереміз. Үстіне пиязымызды саламыз. Одан соң чеснок салып, оның үстіне етті бір келкі етіп барлық жағына жақсылап орналастырамыз. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш және дәмдеуіштер қосамыз. Одан соң еттің үстіне сәбізді бір келкі етіп, видеода көрсетілгендей етіп саламыз. 2 шай қасық томат пастасын қасықпен осылай әр жеріне салып, жағып шығамыз. Одан соң үстіне туралған картоптың барлығын бір келкі етіп саламыз. Одан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де қажет болса дәмдеуіштерді де қосамыз. Соңынан видеода көрсетілгендей етіп, капусталарды бір келкі етіп, беттерін жауып тұратындай етіп орналастырамыз. Қазанның бетін жауып, газдың ең төменгі отына қоямыз. Енді мантының начинкасын жасаймыз. Менде асқабақ пен пияз ғана қостым. Асқабақты теркадан өткізіп, үстіне майдалап туралған пиязды, дәміне қарай тұз және қара бұрышты қосып, сұйық майды кішкене қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді июі қанған қамырды жаямыз. Дәл мантының қамыры секілді етіп жұқалап жаямыз. Одан соң видеодағыдай осылай ұзын полоскаларға бөлеміз. Енді роза сияқты гүл болып тұратын мантыны түйеміз. Алдымен астына сұйық майды жағып аламыз. Одан соң орта жағына салмасын саламыз. Барлық жеріне салмасын бір келкі етіп салып, астыңғы жағынан қамырды салмасын бетін жабамыз. Одан соң шетінен бастап осылай ораймыз. Міне бізде роза гүл секілді әдемі мантымыз түйіліп шықты. Ал қалған барлық полоскалардың бәрін дәл осылай түйеміз.
Жарты сағаттан соң ділнаманың үстіне роза мантыны біркелкі етіп орналастырамыз да тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Сонда барлығы ең төменгі отта жай өз сөлінде өзі пісіп шығады. Міне бұқтырылып пісірілген манты мен ділнамамыз дайын болды. Бұл ерекше қонақтарға ұсынатын тағам десек те болады. Басқа да пайдалы видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.